Бұл оқиға шынымен 1986 жылы Жапонияда Токио қаласында болған. Сол жылдың бір күнінде метро станциясында өрт болып, полиция жолаушыларды қауіпсіз жерге эвакуация жасаған. Кей жолаушылар әрине қол жүгімен болған. Бірақ өрттің құрбаны болмау үшін жүктерін тастап метродан шыға бастаған. Өртті сөндіріп болған өрт сөндірушілер бір сөмке қимылдап жатқанын көріп есеңгіреп қалды. Олар тез келіп сөмкені ашса, ішінде жас қыз жатқан. Бірақ ол қыз полиэтиленді пакетке ораулы болатын. Тек демалу үшін кішкене ғана тесік болған. Аяқ қолын кесіп тастаған. Дауыс желбезегін қырқып тастаған. Қыз оралған пакеттің қасында журнал қыстырылып тұрған. Етеккір мезгілі, қан қысымы, салмағы, жасы белгіленген. Бұл қыздың аты Акико болатын. Ол қыз бұдан 5 жыл бұрын хабарсыз жоғалған деп есептелінген. Елестетіп көріңіз. Аяқ қолы жоқ, дауыс желбезегінен айырылған. Қандай қорқынышты сезім. Акико өз-өзіне сәл келіп, ернінің қимылымен бәрін айтып берген. 5 жыл бұрын мектептен шығып жатқанда оны бір қария кісі күткен. Акиконы көріп, қасына келіп, анаң ауырып қалды, мені саған жіберді, тезірек жүр, апарып тастайын деп, көлікке отырғызғанда ұйықтататын газды бетіне сепкен. Акико есінен танып қалған. Акико оянғанда өзін маймылдар тұратын тордан тапты. Жан-жағына қарағанда өз сияқты көп қыздар торға қамалып отыр. Жаңадан сойылған еттің иісін сезді. Акико отырған бөлменің ары бетінде аяқтары кесілген қыздар ретімен жатыр. Олардың дауыс желбезегін қырқып, мойнын және аяқтарын бинттеп тастаған. Тордағы қыздар не істерін білмей жылап жатыр. Ал бөлменің ортасында операция жасайтын стол тұрған. Столдың қасында ақ халатпен ақ маска киген бойы ұзын адам қолына қолара алып столда жатқан қыздың аяғын кесіп жатқан. Мұның бәрін көріп жатқан Акико қайтадан есінен танып қалады. Қайта оянғанда Акико өзін операциялық столдан тапты. Мойнында бинт, айқайлаймын десе даусы да шықпайды. Сол қолы кесілген, бинтпен оралған. Келесі апта екінші қолын кескен. Тағы 2 аптаның ішінде аяқтарын да кескен. Кесілген аяқ қолдарды арнайы бөшкеге салып, қышқылмен ертіп тастайтын. Акико қанша тырыспаса да ештеңе жасай алмаған. Уақыт сезімін жоғалтқан Акико қай күн, қай жыл мезгілі, қай сағат екенін де білмеген. Тек төбеге қарап жылай берген. Жасы енді 15-ке келген қыз бірден өлік боп қалған. Ата-анасы қай жерде екен, неге мені іздемей жатыр, не болып жатыр деп жылай берген. Қасында қуыршақ сияқты тағы 20-дай қыз реттеліп жатқан. Акиконы 3 мезгіл тамақтандырып, 3 мезгіл дәретке апарып тұрған. Тамақты темір тәрелкемен беретін, күріштен жасалған ботқа. Адам қандай жағдайға түссе де тірі алуға тырысады екен. Қолы болмағандықтан Акико жерге бүйірімен аунап, ит секілді тәрелкеден тамақ жеген. Олар жатқан палата операция жасайтын бөлменің қасында болған. Күніге сол бөлменің есіктерінен жасқа тола бет шығатын. Біресе қолдары жоқ, біресе аяқтары жоқ. Бәрі амал жоқтықтан жылай береді, үнсіз, бірде-бір дауыссыз. Сол палатаға бір күні Акиконың ұрлаушысы келді. Сыртынан қарасаң кәдімгі қария. Түрі еш қылмыскерге ұқсамайтын. Ол Акиконың төсегіне келіп, Акикоға аяушылықпен қарады. Акико оны тістеп алуға тырысты. Ештеңе шықпады. Қария кеудесіне ұстап, Акиконы қайыспен байлап тастады. Акиконың көз жасқа толды. Не болып жатқанын Акико әлі де түсінбей жатқандай. Көзін жауып, бұл жай ғана жаман түс, мен қазір оянамын деп жатты. Бірақ бұл түс емес еді. Әр апта қария 3 қызды тұтынатын зат секілді полиэтилен пакетке орап,
қорапқа салып алып кететін. Әр күні операция жасайтын бойы үлкен адам палатаға кіріп, барлық қыздардың қан қысымын өлшейтін. Кейін ортаға тұрып алып, қыздар жинағынан біреуін таңдап, қасына келіп зорлайтын. Мұны көрген қыздар рухани күйі және ішкі сезімдері бұзылып, әлсірей бастады. Өте көп уақыт өтті. Мұның бәрінен психикалық ауру болды. Жылдар өтіп, ешкіммен сөйлесе алмай, күн көрмей, күніге азап тола беттерді ғана көріп, Акиконың есі қарауытып кетті. Бір күні оның да кезегі келді. Қария оны полиэтиленге орап, сөмкеге салды. Дәл сол күні Токионың метрополитенінде өрт болды. Акиконы тауып алғанда қылмыстық іс қозғалды. Тергеушілер сол қарияны іздестіріп бастады. Бірақ ізін де таппады. Тағы 4 жылдан соң тергеушілер сол операция жасайтын бөлмені тапты. Бірақ ол жерде ешкім болмаған. Қаншама қыздардың із-түзі қалмаған. Тек операция жасайтын столда қатып қалған қара қан. Осы бір Акиконың басына өткен жұмбақ жағдайдағы кей мәселелерді түсіндіріп өтсек. 90-шы жылдарда қара базарда адам органдары өте қымбат болған. Мысалы, бір бүйрек $20,000 жоғары. Бірақ органдарды тасымалдау өте қауіпті болған. Және жаңадан кесілген органды 36 сағаттың ішінде жаңа денеге салмаса, ол жарамсыз болып қалатын. Сондықтан да қыздардың аяқ қолдарын шауып тастап, өз-өзіне органдар қоймасы қылып сақтаған. Қандай аянышты жағдай. Құдай басқа салмасын бұндайды. Ата-аналар, өз балаларыңызды қараусыз еш жаққа жібермеңіздер. Бүгінгі айтарымыз осы. Қош сау болыңыздар. Егер видеомыз ұнаса немесе біреуге сабақ болса, лайк басып, каналға жазылыңыздар.